Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы трансформатор Қазақстандағы және дүниежүзіндегі электр энергиясын өндіру және қолдану. Жалпы жоспар, электр энергиясының қазіргі қоғамдағы рөлі, трансформатордың маңызы, энергияны тиімді жеткізу құралы, трансформатор туралы жалпы түсінік, электр энергиясын өндіру процесі, электр энергиясын тасымалдау, Қазақстандағы электр энергиясы, дүниежүзілік тәжірибе, жалпы қорытынды. Электр энергиясы адам өмірінің барлық салаларында қолданылатын негізгі қуат көзі. Ол тұрмыстық техникадан бастап өндіріс, медицина, көлік, байланыс, білім беру және ауыл шаруашылығына дейін де кеңінен пайдаланылады. Қоғамның тұрақты даму мен өмір сүру сапасы жалпы энергияның қолжетімділігі мен сенімділігіне тәуелді болады. Трансформатордың маңызы. Суретте көріп тұрғанымызда трансформатор электр энергиясын жоғары кернеумен алыс қашықтыққа жеткізіп, тұтынушыға жақын жерде кернеуді төмендететін құрылғы. Бұл процесс энергияның жоғарылауын азайтады, қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, жүйенің тұрақты және тиімді жұмысын сақтайды. Сондықтан трансформатор бүкіл электр жүйесінің маңызды және ажырамас бөлігі болып табылады. Трансформатор туралы түсінік. Жалпы трансформатор айнымалы тоқтың кернеуін жоғарылататын немесе төмендететін электр құрылғы болып табылады. Ол электр энергиясын алыс қашықтыққа тиімді және шығынсыз тасымалдауға мүмкіндік береді. Трансформатордың құрылымы суретте көрініп тұрғандай бастапқы орам энергияны қабылдайтын бөлік. Екінші орам энергия беретін бөлік. Магниттік өзектен екі орам арасындағы магниттік байланысты қамтамасыз етеді. Электр энергиясын өндіру процесі. Толық түсініктеме. Электр энергиясын өндіру табиғи және жасанды энергия көздерін пайдаланып, механикалық энергияны электр энергиясына айналдыру процесі. Бұл процесс арнайы электр станцияларында жүреді және бірнеше негізгі кезеңнен тұрады. Электр энергиясын алу. Жылу электр станциясы, ЖЭС. Жылу электр станциясы бұл көмір, газ, мазут сияқты органикалық отынды жағып, бөлінген жылу энергиясы арқылы суды буға айналдырып, сол бу арқылы турбинаны айландырып, турбинамен жалғанған генератордың көмегімен электр энергиясын өндіретін ірі энергетикалық қондырғы болып табылады. Бұл ЖЭС қалай жұмыс істейді? Қысқаша негізгі процесс. Отын жағылады, екінші су буға айналады, үшінші бу турбинаны айналдырады, төртінші генератор тоқ өндіреді, бесінші энергия желіге беріледі. Және сол себептен тоқ трансформатор арқылы күшейтіліп, желілерге таратылады. Су электр станциясы. Су электр станциясы ол өзендер мен қоймалардағы судың ағысы мен потенциалдық энергиясын пайдаланып, оны турбина арқылы механикалық энергияға, ал кейін генератор арқылы электр энергиясын айналдыратын экологиялық таза электр станциясы болып табылады. Бұл су электр станциясы қалай жұмыс атқаратыны суретте көрсетіліп тұр. Бірінші су қоймаға жиналады, екінші су төмен қарай ағады, үшінші турбина айналады, төртінші генератор тоқ өндіреді, бесінші энергиялар желілерге беріліп, трансформатор арқылы тоқ артылып тарату жүйесіне жіберіледі. Атом электр станциясы. Бұл атом ядросының бөліну реакциясынан бөлінетін жылу энергиясын пайдаланып, суды буға айналдырып, турбина мен генератор арқылы электр энергиясын өндіретін электр станциясы. Негізгі ерекшелігі жылу электр станциясы сияқты бу турбинасын қолданып, бірақ жылуды көмір емес, уран ядроларының бөлуінен алынады. Атом реакциясы ядролық реакторда жүреді. Өте қуатты және тиімді, бірақ аса күрделі әрі қауіпті технология болып табылады. Бұл қалай жүзеге асады? Атом электр станциясы уран ядросы бөлінеді. Екінші ядролық реактордан уран 235 ядросы бөлініп, жылу энергиясын бөледі. Су қызады, буға айналады. Бұл жылумен су қайнайды, бұл турбиналар айналдырады, генератор тоқ өндіреді,
турбина генераторларды қозғайды, энергия трансформатор арқылы желіге тарайды, электр тоғы кернеуді арттырып тұтынушыларға жеткізіледі. Электр энергиясын тасымалдау деген электр энергиясын тасымалдау электр энергиясында өндірілген тоқты тұтынушыға қала, ауыл, завод, үйге жеткізу процесі. Бұл үшін жоғарғы кернеулі электр желілері мен трансформаторлар қолданылады. Таратудың негізгі 4 кезеңі. Электр энергиясында тоқ өндіріледі, генератор айнымалы тоқ шығарады. Екінші, кернеу трансформатор арқылы арттырылады. Жоғары кернеулі желілер арқылы ұзақ қашықтыққа тасымалданады. Трансформатор арқылы кернеу қайта төмендетіледі. Тұрмыстық деңгейде 220 вольт, 380 вольт түсіріліп, үйлерге, заводтарға жеткізіледі. Қазақстандағы электр энергиясын өндіру. Қазақстандағы электр энергиясы негізінен жылу электр станцияларында өндіріледі. Ең ірілері Екібастұз, Қарағанды. Электрдің шамамен 70% көмір жағу арқылы алынады. Су электр станциялары Бұқтырма, Шүлбі, Өскемен жалпы өндірістің 10% береді. Жаңартылған энергия көздері күн, жел қазіргі кезде дамып келеді. Энергия негізінен ішкі тұтынуға жұмсалады, бірақ кейде Ресей мен Қытайға экспорт жасалады. Кей аймақтарда тапшылық бар. Дүние жүзіндегі электр энергиясы жайлы қысқаша анықтама. Электр энергиясы қазіргі әлемнің негізгі ресурсы. Ол өнеркәсіпте, тұрмыста, көлікте және цифрлық технологияда кеңінен қолданылады. Энергия негізінен 4 кезеңде өндіріледі. Жылу электр станциясы көмір, газ арқылы, су электр станциясы су ресурстары, атом электр станциясы уран, Франция, Ресей, Қытайда, күн, жел, Германия, Дания, Испания. Қазір әлем бойынша электр энергиясының 30%-тен астамы жылу электр арқылы өндіріледі. Негізгі бренд көмірден бастау және экологиялық таза көздерге көшу. Электр энергиясы экономикалық даму мен күнделікті өмірдің негізгі көзі болып табылады. Жалпы айтсақ, электр энергиясы қоғам дамуының негізі. Қазақстан мен әлемде оның түрлі тәсілдермен өндіреді. Жел электр станциясы, атом электр станциясы, жасанды электр көздері. Трансформаторлар осы энергияны халыққа тиімді жеткізуге мүмкіндік береді. Болашақта экологияны сақтап, жаңартылған энергия көздерін кеңінен пайдалану басты мақсатымыз болып табылады.